Қажы бауырымыз дүниеден өтіп отыр. Алла о кісінде рахметін алғанбыз. Мен бұл кісілердің өмірінен бір нәрсені түсінгенім, бір нәрсенің бұрынғы адамдар дана адамдар болғанда, олардың бір айтқан сөзі сондай бір келіп қалатын болғанда. Мысалға алатын болсақ, 2018 жылы Москвада үлкен бір мәуліт болды. Сол жерге Чуба қажы барды, Алхамдулилля Абдушкур Дамля барды, біздің Абдуғаппар ұстазымыз барды сол жерге. Сол жерге барған уақытта Чуба қажы жылады да, не жерге барғанда. Сөз берген уақытта еріксіз көзден жас келіп жылай бастады. Мен ананы көріп тұрып, мен де жылап тұрмын да, мынау кісі неге жылап тұр? Жүрегімнен мен де жылап жатырмын. Бекерге жылап жатқан жоқ. Бірақ жүрегімнен өтіп жатыр да, жылап жатқан нәрселерді. Сонымен иншалла сол кісімен кездесу нәсіп болғанда бір сұрайыншы, осы кісі не үшін осы жерде жылады екен осы барған уақытта деді. Бірақ менің өзім ішкі ойым, кешегі анау атеистік заманда, атеистік заман басқарып тұрды ғой. Атеистік заман басқарып тұрып, кім ойлапты да? Сол атеистердің жаңа қызыл жалау ілулі тұрған жерге барып тұрып, біздің дін ғалымдарымыз барып сол жерге барып тұрып, уағыз насихат қылады депті. Міне Чуба қажы барған уақытта сол жерге барып тұрып, сол жерде халық көріп тұрып, Москвада атеистердің ортасына біздің дінімізге қарсы болған уақытта, атеистердің біздің дінімізге қарсы болып тұрған уақытта, енді орын ауысып кетіп, сол жерге барып тұрып, үлкен жерде бір уағыз насихат айтуда, бұл жаңағы мінбердің шынымен арыстандарының қолынан келетін нәрсе ғой. Жолығып сұрадым. Сол кезде сізді не нәрсе жылатты? Мен жаңа ішімнен ойлап тұрмын ғой енді сол жаңағы ана халықты көріп тұрып, міне жерде кешегі біздің дінімізге қарсы шыққан адамдардың ортасына келіп тұрып енді уағыз айтып тұрмын ғой. Сол нәрсе ішіндегі жаңа нәрсесін шығарып, толқып жылап жатқан жер ғой ана кісінің. Шынымен де о кісі сондай болған екен да. О кісімен кездескен уақытта жанында бір-екі жігіттер бар еді. Сізге бір сөзім бар дедім да. Шейх Чуба қажыға айттым. Сіз қай жерде болсаңыз, біз иншалла сол жердеміз дедік та. Сіз Москваға барсаңыз, Москваға барамыз. Жәлілабадқа барсаңыз, Ошқа барсаңыз, Ошқа барамыз. Сізді яғни уағыз насихатыңызды үзбей біздің елдегілер тыңдайды деген мағынаны айтып жатыр ма о кісіге? Сөйтіп сол айтқан кезде о кісінің көңілі босап, енді елкілдеп жыла жіберді да. Қараңыз, бұл не? Бұл иншалла жүректегі нәрсе иман. Алла тағала Құранда тағы да баян қылады да, кімде-кім менің дініме жәрдем берсе дейді да, менің оның табанын дейді да, дінде бекем қылам дейді да, менің дініме жәрдем берсе дейді. Бірақ Алла тағала біздің жәрдем беруімізге мұқтаж емес та. Бірақ Алла тағаланың өзі айтып жатыр, менің дініме кім жәрдем берсе, мен оған жәрдем беремін, қадамын бекем қылам деп жатыр да. Олар иншалла біздің ғалымдарымыз, ұстаздарымыз, жаңада естіп жатырмыз, Сәдіридин деген дәмілі өтті. О кісі де сол үлкен ғалымдардың бірі. Шын ықыласпен осы қазақ елінің атынан о кісілерге иншалла көңіл айтамыз. Алла өткендерімізді рахметін алсын. Тірі адам тіршілігін істейді дейді ғой. Тірі адам тіршілігін істеген уақытта бізге енді аманат қылып берілген нәрсе дінімізді естен шығарып қоймайық. Осы Алла тарапынан пайғамбарымыз бізге ғалымдарымыз қалай жеткізген болса, иншалла бәрімізге де осы солай жеткізуін нәсіп қылсын. Кішкентай кезінде біздің Абдуғаппар ұстазымыз шоқ болғанда енді. Сол жерде, енді ұстазымыздан да көп естіген болсаңыздар керек, сол жерде қариялармен жаңағы әзілдесіп, әртүр бір қарияларға жаңа әзілдесетін болған. Сол кезде, сол Союздың уақытысында қариялар айтқан екен. Мынау Шәкірешанның мына баласы, кішкентай баласы мынау, Абдуғаппар. Ертең бұл Кремльге барып уағыз айтады деген екен да. Қараңыз, Кремльге барып бұл уағыз айтады деген. Сонда адамдар, сен не деп жатсың дегендей болғанда, енді бір сандырақ сөз ғой дегендей болғанда, бірақ сол кездегі шалдар дуалы сөз болғанда, дуалы ауыз дейді ғой, дуалы ауыз. Міне көрдіңіз бе? Сол айтқан шалдардың айтқан нәрсесі 2018 жылы бұлайша айтқан уақытта Абдуғаппар ұстазымыз Кремльге барып тұрып, жаңағы Чуба қажының шақыруымен барып тұрып, сол жерге жаңағы сөйжол жерге барып тұрып, Кремльдің ортасында жаңағы 12 мың халыққа барып тұрып, дінді насихат қылып тұр ғой. Бұл үлкен бір жетістік бұлайша айтқан уақытта да. Қараңыз. Міне сол біздің ұстазымыздың сол жерге барып уағыз айтуына себепші болған осы иншалла Чуба қажы бауырымызды. Алла о кісінің рахметін алған болсын. Иншалла. Фирдауси жәннатын нәсіп қылсын. Дәрежелерін жоғары қылсын. Ол кісінің уағыз насихаттарын тыңдаймыз ғой енді. Сол кешегі бір уағыз насихатында алдын бір тыңдап жүргенді айтып еді. Түсінде пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның қабіріне кіріп барыпты да о кісі. Естіген болсаңыздар керек. Пайғамбарымыздың қабіріне кіріп барыпты да түсінде. Сол жарығынан нұр барып тұрып.
Сөйтіп жаңағыны айтып жатыр, нұрды мына бір екі адамдар жүрген екен, сәл нұрсыз екі адамдар жүрген екен дейді. Сөйтіп аналар пайғамбарымыздың топырағын әкетіп қала ма деп жаңағы нұрды жауып жатқан жерім дейді жаңағы. Қараңыз, бұлар шынымен пайғамбарымыздың жолын ұстанған адамдар да, бұл ұстазымыз. Қараңыз, пайғамбарымыздың шынымен жолын ұстанған адамдар бұл кісілер. Алла рахмет.